Дәрістің тақырыбы бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту жүйесі. Дәрістің жоспары: бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды ұйымдастыру, оның мазмұны мен көлемі, қазақ тілін оқытуды жоспарлау, қазақ тілі оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендері. Оқу үдерісі: білім мен біліктілікті қалыптастырудағы мұғалім мен оқушының бірлескен әрекеті. Оның ең үлкен бірлігі оқу жылы, ол 90-ға бөлінеді. Ал оқу үдерісінің ең кіші бірлігі сабақ. Демек, мектепте білім беруді ұйымдастырудың негізгі формасы да сабақ болып табылады. Сабақты формалық түрде Константинов, Савич, ал мазмұндық аспектісі бойынша Махмутов, Кириллова зерттегені белгілі. Ал Казанцев, Аконь, Естипов, Лемберг еңбектерінде сабақ типін оның ішкі құрылымы мен байланыстыру байқалады. Мұндай бағыт сабақта қолданылатын әдістерді алдын ала айқындап отыруды қажет етеді. Сонымен бірге, сабақ мазмұнында оқушыда қалыптасуы тиіс деп саналатын теориялық талдау біліктілігінің де болмысы танылуы тиіс. Оқушылардың тілін дамытуға, оқу-танымдық қызметін белсендіруге, нәтижесінде жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыруға бағытталып жүргізілетін аралас сабақ, жаңа сабақ, бақылау сабағы, өзімді-өзім тексеремін және тағы да басқа сабақтар бастауыш сатыда синтаксисті дамыта оқытуда қолданылады. Әсіресе бастауыш сатыда оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес аралас сабақтың жүргізілетіні бәрімізге белгілі. Осы сабақ типінің құрылымында тіл бірліктерін оқытумен байланысты және оқушының сөйлеуін дамытумен байланысты сабақ түрлері қарастырылады. Мұндай сабақтар сөз жоқ оқушылардың ой өрісін, ауызша, жазбаша сөйлеуін дамытуға бағытталып, оқушының синтаксистен жүйелі білім алуын мүмкін етеді. Оқушылардың синтаксис материалдарын біле түсуге деген ынтасын, қызығушылығын арттыру, соған қажетті білік, дағдыларын дамыту міндеті қойылады. Синтаксисті дамыта оқыту сабақтары оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру бағытталады. Дамыта оқытуда сабақ құрылымында да өзгешеліктер болады. Оқушының оқу-танымдық әрекетінің психологиялық ерекшеліктеріне байланысты сабақ 3 кезеңге сай ұйымдастырылады. Бірінші – мотивациялық бағдарлау кезеңі, екінші – операционалдық орындаушылық кезең, ал соңғысы үшінші – рефлексиялық бағалау кезеңі. Мотивациялық бағдарлау кезеңде оқу міндеттері қойылып, оқушылардың сабаққа қызығушылығын оятатындай тапсырмалар мен жұмыс түрлері ұйымдастырылады. Операционалдық орындаушылық кезеңде нақты оқу тапсырмаларын орындау арқылы оқушылар жаңа теориялық ұғымдарды өзара талқылайды, соның негізінде теориялық білімін бекітеді, оны қолдануға үйренеді. Ал рефлексиялық бағалау кезеңінде оқушының теориялық түсініктерді меңгеруі тексеріледі, түзетулер енгізіліп, қайта қорытындыланады. Сабақты ұйымдастырудың негізгі 3 түрі бар: жеке дара жұмыс түрі, жаппай жұмыс түрі және топқа бөлінген жұмыс түрі. Жеке дара жұмыс түрі дегеніміз оқушылардың өз бетінше арнайы іріктелген тапсырмаларды орындауы. Оқушылармен жеке жұмыс оқытудың бүкіл кезеңдерінде жүргізіліп отырылады. Оқу жұмысын ұйымдастырудың жалпы түрі бұл мұғалім мен оқушылардың сабақ кезіндегі ортақ әрекеті. Оқушылар бір мезгілде бәріне ортақ жұмыстың түрін орындайды, алынған қорытындыларды сынып болып талқылап, салыстырады, жинақтайды. Олар ұжымдасып жұмыс істеуге үйренеді. Оқу жұмысын жаппай ұйымдастыру әсіресе жаңа материалды оқып үйрену негізінде, сондай-ақ оны бекіту кезінде тиімді. Сабақты ұйымдастырудың топтық түрінің негізгі белгілері мыналар. Нақты оқу міндеттерін атқару үшін белгілі бір сабақта сынып бірнеше топқа бөлінеді. Әр топ белгілі бір тапсырмалар алып, орталарынан сайланған оқушының не мұғалімнің жетекшілігімен өзара ақылдасып отырып орындайды. Тапсырмаларды орындауда топтың ішінде әр мүшесінің қаншалықты белсенділік көрсеткені ескеріліп бағаланады. Топ құрамы тұрақсыз болады. Ол топтың әрбір мүшесінің оқу мүмкіндігін барынша шешуге атсалысатындығы тұрғысынан таңдалынады. Әрбір мүше жұмыстың өзіне тиісті бөлігін дербес орындайды. Қорытындысында талқыланып, жинақталынады. Мұндай жұмыс кезінде топ мүшелері бір-біріне жәрдемдеседі. Қазақ тілі пәнінің мазмұнын бастауыш білім беру стандарты белгілейді. Кез келген пәннің мазмұнын оның құрамы мен құрылымы айқындайды. Мысалы, қазақ тілі пәнінің құрамына бастауыш сынып оқушыларының тіл туралы білімін қалыптастыратын лингвистикалық ұғымдар жүйесі, бастауыш сынып оқушыларының сауаттылығын қалыптастыратын орфографиялық, пунктуациялық ережелер, тілді дұрыс пайдалану біліктері жатады. Ал пәннің құрылымын, тіл материалдарын сыныпқа 90-ға бөлу айқындайды. Демек, қазақ тілі пәнінің мазмұнына білім, дағды және білік жатады. Бұлар оқулық пен бағдарламада айқын көрсетіледі.
Білім оқушының тіл және оның құрылымы туралы алған білімінің нәтижесі. Білім теориялық және эмпирикалық болып екіге бөлінеді. Теориялық білім заттар мен құбылыстардың мәнін білдіреді, олардың ерекшеліктерін, ішкі байланыстары мен қарым-қатынастарын анықтайды. Теориялық білім дегеніміз жинақталған ұғым. Ол теориялық заңдар, заңдылықтар, себеп-салдарлық байланыстар ұғымдар түрінде беріледі. Эмпирикалық білім объектілер мен құбылыстардың сыртқы ерекшеліктерін білдіреді. Бұған түсініктер мен фактілер жатады. Тілші ғалым Ахмет Байтұрсынұлы тілдік материалдарды оқыту логикасын екі кезеңмен береді. Бірінші кезең бұл нақтылықтан абстрактылыққа қарай жүру жолы, яғни білім берудің эмпирикалық кезеңі. Ал екінші кезең абстрактылықтан нақтылыққа қарай өту жолы, яғни білім берудің теориялық кезеңі деп аталады. Дағды әрекеттің автоматты орындалуы болып есептелінеді, ал білік әрекет тәсілі болып табылады. Ол арқылы оқушы алған біліміне сүйенеді, оны үй тапсырмаларын орындауға қолданады, жаңа білім алады. Білім мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне бастауыш сынып оқушысын белгілі бір қажетті біліктер мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі, әртүрлі мәдениеттері мен өз көзқарасы тұрғысынан диалогқа түсетін автор және жас ерекшелігіне сәйкес өз жасын қалыптастыруға күш жұмсап еңбектенетін бала деп қарастыратыны. Осыған орай көпқырлы құрылымды білім мен тәрбие мазмұнын анықтап құруға көмектесетін қазіргі заманғы дамыта оқыту идеясы алынып отыр. Бағдарламалық материалдардың тіл және сөйлеу, фонетика, лексика, сөз жасам, морфология, синтаксис, мәтін, пунктуация бөлімдерінен құрылуы негізгі тілдік ұғымдарды бір-бірімен тығыз қарастыруға мүмкіндік береді. Осы арқылы теориялық білімді ұғыну мен оны сөйлеу әрекетінде практикалық тұрғыдан меңгеру үрдістерінің бірлігіне қол жеткізіледі. Қазақ тілі пәні 2-4 сыныптар аралығында аптасында 4 сағаттан оқытылады. Қазақ тілі пәнін оқып үйрену барысында балалардың өздерінің сөйлеу дағдылары ұштала түседі. Олар өз ойларын ауызекі және жазба тілде бейнелеп, өзгелердің сөзін толық түсінуді үйренеді. Және тіл туралы материалдар осы тілді қолданудың ең жарқын үлгісі болып табылатын әдеби туындылар, жеке-жеке бөліктер арқылы түсіндірілетін тіл теориясы, осының бәрі қазақ тілі пәнінде интегративті ұштастырыла меңгертіледі. Қазақ тілін оқытуды жоспарлау. Сабақты жоспарлаудың мақсаты: жұмыс кезеңдерінің дәйекті ұйымдастырылуы, әрбір сабақ үшін оқу мақсаттарын белгілеу, оқу нәтижелерін өлшеу әдістемесін анықтау. Осы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында жоспарланған оқыту мен оқу жаттығуларын көрсету, оқудың әрбір кезеңінің басынан бастап соңына дейін алға ілгерілеудің болуын қамтамасыз ету, барлық оқушыларды қамтуға бағытталған стратегиялық жоспарлау. Ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау арасындағы өзара байланыс. Оқу бағдарламасын әдетте білім саласындағы саясатты қалыптастыратын адамдар мен мектеп әкімшілігі жоспарлайды. Бір топ адам оқу бағдарламасын сыныпта сабақ беру тәжірибесінде бағдарламаның барлық 7 модулі ықпалдастырылған тізбектелген сабақтар топтамасына айналдырса, сол орта мерзімді жоспарлау болады. Өз кезегінде әрбір жеке мұғалім орта мерзімдік жоспарды әрбір жеке сынып үшін сабақтарды егжей-тегжейлі жоспарлау үшін пайдаланады. Қысқа мерзімді жоспар орта мерзімді жоспардың құрамындағы бір тақырыпқа байланысты оқушыға арнап құрылған сабақ жоспарының формасы немесе үлгісі. Қысқа мерзімді жоспар құрған кезде мұғалімге төмендегі ұсыныстарды басшылыққа алуға болады. Сабақты ұйымдастыру кезінде оқу бағдарламасында және оқу жоспарында көрсетілген мақсаттарды басшылыққа алу. Орта мерзімді жоспарда ұсынылған барлық іс-әрекеттерді ұйымдастыру. Мұғалімнің қалауы бойынша іс-әрекет түрі қажеттілігіне қарай толықтырып отыру. Тілдік оқу мақсаттары, терминдермен жұмыс жасау. Саралау. Білім алушыларға қолдау көрсету қалай жоспарланады? Қабілетті білім алушылардың алдына қандай міндеттер қою жоспарлануда? Білім алушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруге болады? Денсаулығы мен қауіпсіздігін мәңгілік ел ұлттық идеясының құндылықтарымен және актімен байланысын қамтамасыз ету. Жаңа форматты сабақ балаларды оқу үдерісіне белсенді тартуды, олардың талқылауларға қатысуын, өткен материалды талдау және қорытуын, зерттеу жүргізуін, бағалау пікірлерін айтуын, өзін-өзі бағалау және тағы да басқа іс-әрекеттерді сабақ барысында орындауды көздейді. Қазақ тілі оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендері. Білім мазмұнын мектепте тиімді оқытып, оның басты мақсатын жүзеге асыру оқытуды оқу әдістемелік жағынан қамтамасыз етумен тығыз байланысты. Осыған орай қазақ тілі пәні бойынша төмендегідей оқу әдістемелік кешендері жасалды.
Айта кетер бір жайт, оқу әдістемелік кешенде оқу бағдарламасы мен оқулықтың алатын орны ерекше. Бағдарлама оқытудың мақсаты мен міндеттерін жүзеге асырудың, пән бойынша білім берудің стратегиялық бағыттарының тактикалық шешілу жолдарын нақтылы көрсететін біртұтас әдістемелік жүйе. Бағдарламаның құрылымы негізгі 3 бөлімнен тұрады. Түсініктемеде оқытылатын пәннің мақсаты анықталып, оны жүзеге асыру міндеттері көрсетіледі. Ал екінші бөлімінде білім мазмұнында тақырыптарды, ереже, ұғым, анықтама материалдарын игеруге қажетті білім, дағды көрсеткіштері анықталады. Ал соңғы 3-ші бөлімінде, яғни әдістемелік нұсқауында пәнді меңгеруге байланысты қолданылатын әдіс-тәсілдер, оқу құралдары, көрнекіліктер мен әдебиеттер тізімі, дидактикалық материалдар анықталады. Сонымен қатар білім, білік, дағдыны тексеру түрлері мен бағалау нормалары көрсетіледі. Оқулық мектеп ұсынатын оқу материалының базалық деңгейіне сай жасалады. Оқулықта бастауыш сатыдағы бала психикасының әр жасқа сәйкес ерекшеліктері ескеріліп, тартымды, түсінікті, стилистикалық жағынан сауатты жазылған мәтіндер берілуі керек. Қазақ тілі пәніне қысқаша тоқталып өтейік. Бұл оқулыққа қандай жаңалықтар енгізілді? Ең алдымен оқулыққа енген материалдардың берілу реті өзгерді. Синтаксис материалдары морфологиялық тақырыптардың алдына шығарылды. Оның себебі пәнішілік интеграцияны және балалардың байланыстырып сөйлеуін дамытуды іске асыруға мүмкіндік жасау. Екіншіден, тілдің қарым-қатынас құралы екенін байқату мақсатында тіл мен сөйлеу тақырыбы енгізілді. Үшіншіден, сөз тарауы оқушыларға алғашқы лексикалық ұғымдар беру, яғни сөздің лексикалық мағыналарын таныстыра отырып, оның грамматикалық мағынамен байланысын, ара қатынасын аңғарту мақсатында қарастырылды. Төртіншіден, байланыстырып сөйлеуді дамытуға, ойлау қабілетін жетілдіруге бағытталған мәтін тарауы оқулыққа жаңадан қосылды. Мәтінмен жұмыс оқушылардың сөйлеу дағдысы мен машығын қалыптастыру негізі бола отырып, өтілген тілдік объектінің лексикалық және грамматикалық жақтарын тереңірек түсіндіріп, талдай, жинақтай білуіне, олардың өзара бірлікте болатын аңғартуға мүмкіндік береді. Ал келесі ребустар мен сөз жұмбақтарының енгізілуі де оқулықтың бұрын болмаған сипаты. Қысқаша айтқанда, бұрынғыдай грамматикалық ұғымдарды жалаң меңгертіп қоймай, әрбір жаңа түсіндірілген тілдік ұғымдарды оқушылардың саналы түрде түсініп, оны сөйлеу практикаларында дұрыс пайдалана білуі басты бағдар етіп алынған.